Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін өте дәмді гороховый суп, яғни горох қосылған сорпа дайындаймыз. Алдымен сүйегі бар етті жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін етті ыдысқа, яғни кастрюль немесе қазанға салып, су қойып газ плитаға қоятын боламыз. Ет қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін тазалап алып, баяу отта 2 немесе 2,5 сағат пісіретін боламыз. Ет тұздалмаған болса, керек мөлшерде тұз салатын боламыз. Сонымен қатар горох сорпасына қосатын салманы дайындаймыз. Сұйық майға туралған пиязды қуырып аламыз. Түсі сарғайған кезде үкіштен өткізілген сәбіз саламыз. Шамамен баяу отта 10 минуттай қуырып аламыз. Енді тәтті қызыл бұрыш қоссақ болады. Оны да шамамен 5-10 минут қуырып, томат пастасын қосып, араластырып сорпаға қосатын боламыз. Негізі дайын салманы ет 1 сағаттай қайнатқаннан кейін барып саласыздар. Сол кезде сорпаға горох және картоп қосып 1 немесе 1,5 сағат пісіреміз. Дайын болудан 10 минут бұрын туралған аскөк, сарымсақ және дайын піскен сүйектен бөлінген етті қосамыз. Мінекей тағам дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге дайындаған видео және рецепт ұнаса, комментарий жазып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.